Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Курсымыздың тақырыбы сәлем сөздің анасы, амандасу әдебі. Курс мақсаты қазақ тілінде амандасу әдебімен танысу, амандасу сөздерін орынды қолдану. Қазақ тілінде сәлемдесудің түрлі нұсқалары бар. Ол сәлемдесетін адамның жасына, жынысына, қызметіне байланысты нұсқада түрленеді. Сөздікпен жұмыс. Қайырлы күн, добрый день. Қайырлы таң, доброе утро. Ассалауму алейкум, приветствие среди мужчин. Амансыз ба, аман есенсіз бе, здоровы ли вы? Сәлеметсіз бе, здравствуйте. Сәлеметсің бе, здравствуй. Сәлеметсіздер ме? Сәлем, привет. Оқылым тапсырмасы. Мәтінді мұқият оқып аударыңыз. Мәтінде кездескен амандасу сөздерінің астын сызыңыз. Мұсылман халқында амандық салты ассалауму алейкум деген сөзден басталады. Жас адам жолы үлкен, жасы үлкен адамға алдымен ұмтылып, қос қолын ұсынады. Ал сәлем алушы қария уағалейкум ассалам деп оң қолын ұсынады. Осылай қол алысып сәлемдесуден кейін амандасушылар алма кезек. Дені қаныңыз сау ма? Мал жаныңыз, қора қопсыңыз аман ба? Еліңіз тыныш па? Деген сияқты амандасу сұрағын жалғастырады. Кез келген танысу алдымен сәлемдесуден басталады. Әдеп бойынша кісілермен сәлеметсіз бе? Амансыз ба? Немесе есенсіз бе? Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш деп амандасқан дұрыс. Әрбір амандасудың өз уақыты бар. Таңғы сағат 6 мен күндізгі 12 сағаттың арасында қайырлы таң, күндізгі 12 сағат пен 18 сағаттың арасында қайырлы күн, ал 18 сағат пен 24 сағаттың арасында қайырлы кеш деп амандасса, 24 сағат пен 6 сағаттың арасында қайырлы түн тілеу керек. Айтылым тапсырмасы. Мәтін мазмұны бойынша 5 сұраққа жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Мұсылман халқында амандық салты қандай сөзден басталады? Екінші сұрақ. Қол алысып сәлемдесуден кейін амандасушылар қандай амандасу сұрақтарын жалғастырады? Үшінші сұрақ. Танысу неден басталады? Төртінші сұрақ. Әдеп бойынша кісілермен қалай амандасқан дұрыс? Бесінші сұрақ. Әрбір амандасудың өз уақыты бар. Атап өтіңіз. Кері байланыс. Интервью парағы. Бүгін мен білдім, маған қызық болды, маған қиын болды деген 3 мәселе бойынша жазбаша алынатын болады. Жауаптарыңызды күтеміз. Сау болыңыздар.